Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін кешкі асқа не жасаймын десеңіздер, дәл осы тағамды жасауға кеңес беремін. Фарштан және де өте оңай және тез дайын болатын дәл осы тағам, дәл мейрамханадағыдай тағамның бірі болып шығады. Өте дәмді болады. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Ең алдымен бізге фарш керек және бір пияз. Одан соң осындай 4 картопты алдым. Осы ашып алдым және табаны қыздырып алдым. Енді қызып тұрған табамызға май құямыз. Және жаңа дайындап қойған фаршымызды салып, жақсылап қуырамыз. Пиязымызды кубикпен тураймыз. Жұқа етіп. Осы ортада етімізді жақсылап қуырып аламыз. Қызарғанша. Енді үстінен пиязымызды саламыз. Сосын жақсылап араластырып қуырамыз. Енді ыдысымызға су құйып, картошкамызды салып, яғни картопымызды салып, отқа қоямыз. Қуырылып жатқан пиязымыз бен етімізге біраз қасық томат қосамыз. Ары қарай жақсылап араластырып қуырамыз. Енді кезекте біраз қасық ұнымызды үстіне салып, жақсылап тез араластырып аламыз. Қызарғаннан кейін үстіне су құйып, бір лавр жапырағын салып, және кішкене тұз салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Оттың астын баяулатып қоямыз. Орташа отта қайнау қажет. Енді кезекте қызып тұрған табамызға ақ майымызды құйып, және күрішті салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Күрішіміз сарғайған уақытта қайнап тұрған суымызды көз мөлшермен күрішіміздің бетін жауып тұратындай қылып суды құямыз. Міндетті түрде күріштің барлық бетін су жауып тұру қажет. Қайнаған су міндетті. Қайнаған суымызды құйып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Сосын бетін жауып, баяу отта піскенше бақылап қарап тұрамыз. Енді кезекте біздің картопымыз дайын болды, қайнап тұр, және патлибіміз де, яғни үстіне салатын патлибіміз де дайын. Міне достар, картопымыз дайын болды. Осы ортада сары майымызды салып, жақсылап езіп аламыз. Картоптың түбіне кішкене ғана су қалдырыңыздар. Барлығын төгіп тастаудың қажет жоқ. Немесе сүт құйсаңыздар да болады. Жақсылап осы ортада ыстық кезінде сары майды салып, жақсылап езіп аламыз. Езгішпен бірге, немесе блендер болса, болмаса жаңағы миксермен де істесеңіздер болады. Менде осындай қол езгіш, осымен жақсылап езіп аламын. Сіздер өздеріңіздің ыңғайына қайсысы тура келеді, сонымен жасасаңыздар болады. Міндетті түрде сүт немесе түбіне картоптың суын қалдыру қажет. Міне бізде осындай картоп шықты, өте жұмсақ. Қарап тұрсаңыздар, өте езіліп піскен картоп.
осылай сіздердің картоп езбесі осылай шығу қажет. Енді барлығы бізде дайын болды. Әсемдеу үшін үстіне көкпияз салуды жөн көрдім. Сіздер укроп немесе жаңағы басқа жасыл зелень дейді ғой, және ас көктерді қоссаңыздар болады. Мен осы жасыл жаңағы пиязды қосуды жөн көрдім. Біздің күрішімізде дайын. Осындай пияламен ішін бір шайып аламыз. Міндетті түрде сумен шаю қажет. Өйткені күріш салған кезде жабыспай ыдысқа түседі. Міне қазір мен бос ыдысыма сіздерге көрсетейін десем камерам жылжымай тұр. Қазір салып көрсететін боламын. Міндетті түрде жаңағы пиялаңызды немесе стаканыңызды сулау қажет. Сол уақытта сіздің күрішіңіз әдемі форманы ұстайтын болады. Міне күрішіміз осылай түсті, формасын сақтап. Енді кезекте картоп езбесін салатын боламыз жанына. Картоп езбесі өте жұмсақ, сондай ауызға салса балалар жейтіндей езбе болып тұр, өте жұмсақ. Жанына патлебін салып дастарханға тарта берсеңіздер болады. Үстіне өзіңіз әсемдеу бойынша жаңағы бәтірек немесе қызанақ салып әсемдесеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Күнде бір тамақ жасамай осылай тамақ жасауды ұсынар едім. Өте дәмді. Сіздерге кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Сау саламатта болыңыздар.